Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді дастарханның көркін ашатын және де келген қонақтарыңызға да өте ұнайтын осындай қызыл бархат пирогын жасайтын боламыз. Пирогтың жасалуы өте оңай. Осы видеоның соңына дейін қарап, сіздер де міндетті түрде менімен бірге жасаңыздар. Ең алдымен қызыл бархат пирогының бисквитін жасап аламыз. Ол үшін ыдысымызға 2 жұмыртқаны және де шекерімізді қосып, жақсылап осылай венчиктің көмегімен шайқап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бізге ешқандай да миксердің қажеті жоқ. Осылай қолымның көмегімен жандай венчикпен араластырып жасай бересіздер. Жұмыртқалы массамызды ағарғанша араластырып аламыз. Сонан соң сұйық майымызды қосып және де тағы араластырып аламыз. Ендігі кезекте айранымызды құямыз. Айранның үстінен бірденен осы қамыр қопсытқышты, яғни разрыхлитель және де ас содасын қосып араластырамыз. Сонан соң қызғылт бояуды қосамыз. Менде бұл жерде гелевый краситель. Сіздер немесе кез келген өздеріңізге ыңғайлы жандай құрғақ бояғышты қолдансаңыздар да бола береді. Жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң құрғақ заттарымызды қосамыз. Бұл жерде електен өткізілген ұн және де какао ұнтағын қосып, жақсылап барлығын енді бір келкі масса болғанша араластыратын боламыз. Міне біздің қамырымыз осылай бір келкі әдем болып араласты. Енді бұл қамырымызды бірден пісірмейміз. Шамамен 5-7 минуттай осы бөлме температурасында демалдырып қойып қоямыз. Себебі құрамындағы сода және де разрыхлитель болғандықтан олар жандай айранмен өзара әрекеттесіп, реакцияға түседі. Соның салдарынан жандай пирогымызды пісірген кезде ол пористый әдем болып шығады. Енді 5-7 минут демалған қамырымызды осылай кольцоға құйып, бір келкетіп жайып, 180 градуста шамамен 25 минутта пісіріп аламыз. 25 минут бойы жандай пештің аузын ашпаңыздар, сонда ғана ол көтеріліп әдем болып пісетін болады. Ал осы бисквитіміз піскенше біз ортасына жағатын кремін дайындаймыз. Ол үшін творожный сырға сахарный пудра қосып араластырамыз. Сонан соң 33% сливкимізді қосып, әбден осы креміміз қоюланғанша араластырып аламыз миксердің көмегімен. Және де бұл креміміз бізде өте жандай формасын ұстайтын, сондай плотный болып шығу керек. Міне біздің креміміз дайын, өз формасын ұстап, креміміз жақсы болып шықты. Достар, міне біздің жаны бисквитіміз де дайын болып қалды. Құрғақ таяқшаны осылай тығып, көріп піскендігін байқасаңыздар болады. Бөлме температурасында суытып алған соң, бисквитімізді осылай пышақтың көмегімен формасынан ажыратып аламыз. Біздің бисквитіміз өте әдем болып пісті, жақсы көтерілді. Енді осы бисквитімізді дәл осындай видеода көріп тұрғандарыңыздай пышақтың көмегімен ортасын ойып аламыз. Біріншіден осылай дөңгелетіп кетіп ойып шығамыз, сонан соң ортасын 4 бұрышты бөліктерге бөліп аламыз. Абайлап, ақырындап жасаңыздар, жандай қатты ойып жібермеңіздер. Сонан соң енді шанышқының көмегімен осы ортасындағы корждарын алып тастаймыз. Барлық корждарды бір келкетіп алып тастаймыз. Бұл корждарды біз бетіне жандай әрлегенге пайдаланамыз. Міне бізде осы жандай пирогымыздың астыңғы бөлігі дайын, ортасын осылай ойып дайындап алдық. Ендігі кезекте бетінде корждарын алып, блендерге салып, жақсылап ұсақтап блендерлеп аламыз. Қызыл бархат пирогымызды енді жақсылап
жинап шығамыз. Ол үшін пирогымыздың ортасына жаңағыдай кремімізді жағамыз. Жаңа ойып алған жерге осылай спатуланың көмегімен бір келкетіп, теп-тегіс етіп жағып аламыз. Сонан соң жаңа блендерден өткізіп алған осы коржымыздың ұсақтарын әдемілеп барлық жеріне бір келкетіп сеуіп шығамыз. Міне қызыл барқыт пирогымыз дайын болды. Енді бетін әрлейміз. Бұл бірақ міндетті емес. Мен үйде жаңағыдай осындай кокос ұнтақтарын пайдаланып бетіне осылай сеуіп шықтым. Ол енді өз қалауларыңызға байланысты әртүрлі етіп әрлей бересіздер. Міне біздің көздің жауын алатын өте әдемі және дәмді пирогымыз дайын болды. Бұл қызыл барқыт пирогын тіпті торт деп те айтсақ болады, себебі ортасында кремі бар, коржы бар, өте балғын, сондай жұмсақ, әдемі болып шықты. Достар, осы пирогты сіздер де жасап көріңіздер. Қонақтарыңызға және де үйшілеріңізге ұнайтынына сенімдімін. Жасалуы өте оңай. Керек заттардың тізімін төменде описание бөліміне жазып қойдым. Сол жерден көріп алсаңыздар болады. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып және де өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.